Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ашытылған қамырдан тауық қосылған самса дайындайтын боламыз. Ол үшін 350 мл қайнаған суымызға 1 ас қасық тұз, 2 ас қасық қант және оның үстінен 100 грамм бөлме температурасында еріген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Майымызды қайнаған суда жақсылап ерітіп алғаннан кейін 300 мл жылы сүт құйып, артынан 1 ас қасық ашытқы салып араластырып аламыз. Енді үстінен 1 кг ұн қосып араластырып, артынан қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабысқыш болып келеді. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Біздің қамырымыз 1 сағатта осылай көтеріледі. Енді бетінен ұн сеуіп, бір басып қоямыз да, екінші рет көтерілген кезде жұмысқа кірісетін боламыз. Қамырымыз екінші рет көтерілді. Енді үстінен ұн сеуіп, басып, ары қарай дастарханға түсіріп илейтін боламыз. Иленген қамырымызды 50 граммнан бөліп, ұнға ұнатып, күлшелеп, самса жасауға ыңғайлап аламыз. Тауық етін фаршына туралған картоп, пияз, дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды қосып, самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Енді күлшеленіп демалып тұрған қамырларымызды оқтаудың көмегімен жайып, 1 ас қасық салма салып, үшбұрыштап түйеміз. Самсаларымыздың бетіне жұмыртқа жағып, оның үстінен ақ-қара күнжуттарымызды сеуіп, 200 градуста қызып тұрған пешімізде 30 минуттай пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын. Сырты осылай қызарып пісіп, іші де толықтай әдемі болып пісіп шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Дәмін татып көріңіздер.